Достар, таңғы асқа пеште дайын болатын жеңіл және өте дәмді ерекше тағам дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен жұмыртқаны ағы мен сарысын бөліп аламын. Олай жасау міндетті емес. Жұмыртқаның сарысы домалақ әдемі болып түссін деп бөліп отырмын. Жұмыртқамызға тұз салып араластырып аламыз. Бұл тағамды Тефаль фирмасынан алған сковородкада дайындаймын. Бұл сковородканың ерекшелігі екеуі біреуінде десе болады. Мен бұнымен кез келген плиткада сковородка ретінде тағам дайындасам, тұтқасын алу арқылы духовкаға арналған форма ретінде қолдана аламын. Бүгінгі тағамды тұтқасын алып духовкада дайындаймын. Бір қораптың ішінде 5 түрлі өлшемде табалар жүреді және қасында қасықтары болады. Табамызға май жағып, пиязды, болгар бұрышын, помидорды салып, үстіне жұмыртқаны құямыз және де бетіне ірімшікті күштен өткізіп саламыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 20 минуттай пісіріп алдым. Осымен біздің таңғы асымыз дайын. Өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Рецепт ұнаса комментарийге керемет сөзін жазып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз.